тақырыбы біріктірулер, бұрандалы біріктірулер. Дәріс жоспары: бірінші, ажыратылатын және ажыратылмайтын біріктірулер. Екінші, бұрандалық біріктірулер. Үшінші, бұранда түрлері. Төртінші, бұрандалық біріктірулердің конструктивті ықшамдалған шартты кескіндері. Біріктірулер екіге бөлінеді: ажыратылатын және ажыратылмайтын. Ажыратылатын біріктірулер қозғалмалы, қозғалмайтын болып бөлінеді. Есте сақтаңыз, ажыратылатын біріктірулерді көп мәрте жинап жіктеуге болады. Ажыратылмайтын біріктірулерді жіктеу үшін біріктіруге енетін кейбір тетік бөлшектерді бұзуға тура келеді. Жазық фигураны цилиндр не конус тәрізді беті бойымен винтик қозғалғанда шығатын бет бұранда деп аталады. Винтик қозғалыс күрделі қозғалыс болып, винттік қозғалыстың осі деген түсу сызық туралы бір қалыпты ілгелер мен және айнымалы қозғалыстардан құрылады. Бұранданың геометриялық параметрі. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бұранда профилі, ішкі бұранда және сыртқы бұранда осі көрсетілген. Бұл жерде сыртқы диаметрді бұранда ораманың сыртқы төбелері арқылы жүргізілген цилиндрдің диаметрі. Ішкі диаметрі d1 бұранда ораманың ішкі табандары арқылы жүргізілген цилиндрдің диаметрі. Профиль бұрышы бұранданың ұзындығы. Бұйымның бұранда салынған бөліктің ұзындығы. Бұранда қадамы π. Винт осі бойымен өлшем алынған профильдің көршілес аттас нүктелерінің аралығы. Бұранда жүрісі S. бір айналым бойы бұрандалы нәрсенің салыстырмалы осьтік жылжуының мөлшері. Бір кірісті бұранданың жүрісі оның қадамына тең, яғни S тең π. Көп кірісті бұрандада жүріс оның қадамының кірістер санына n көбейтіндісіне тең, яғни S тең πn. Бұранда профилінің биіктігі h бұранда төбесі мен ойпаңы арасының ара қашықтығы мынандай, яғни h тең d минус d1 бөлінген 2. Бұранданы топтастыру. Бұранданы келесі белгілері бойынша жіктейді. Профиль ішіне қарай үшбұрыш профильді метрлік және құбырлық. Профилі трапеция түрінде орындалған. Трапециялық және тіректік, тік бұрышты және жұмыр. Тағайындалу арқылы бекіткіш әлде жүргізді. Бұрандалы беттің сипаты бойынша цилиндрлі және конустық бөлшектер орналасуына қарай сыртқы және ішкі. Винтик сызығының бағыты арқылы оң және сол қадамына қарай ірі және ұсақ қадамды. Кірістер саны бойынша бір немесе көп кіріс жүрісті. Бұрандалар пішініне тәуелсіз. Тағайындалуы әртүрлі болғанымен сызбаларда шартты түрде емес 2-311-63-ке сәйкес бірдей кескінделеді. Бұранданың конструкциялық элементтері. Сыртқы диаметрі d бойынша негізгі тұтас, ішкі диаметрі d1 бойынша тұтас жіңішке сызықтармен бейнеленеді. Арнайы құрылымдық тағайындалуы жоқ. Бұрандалы сырықты және бұрандалы тесікте қисық жиектер кескінделмейді. Тесікте бұранданың сыртқы диаметрін тұтас жіңішке, ал ішкі диаметрін жуан тұтас сызықпен көрсетеді. Тесік осіне параллель қималарда жіңішке тұтас сызық бұранданың шығып кетусіз түгел ұзындығына жүргізіледі. Тесік осіне тік жазықтықтағы кескінде бұранданың ішкі диаметрі жуан тұтас сызықпен, сыртқы диаметрі тұтас сызықпен, сыртқы диаметрі тұтас жіңішке сызықпен шеңбердің 4/3 бөлігіне ғана жүргізіледі. Бұл кезде де доға шеттері тесіктің осьтік сызықтарымен жанаспайтын болуы қажет. Бұранданың
барлық түрлері сызбада бірдей етіп кескінделгенімен бір-бірінен шартты белгіленуімен ажыратылады. Кез келген бұранданың белгіленуін келесі сұлба түріне келтіруге болады. Бұранданың әріптік белгіленуі: сыртқы диаметрі д, бұранда қадамы пи, бұранданың сол бағыты LH, оң бағыт көрсетілмейді. Яғни осы белгілер арқылы біз бұрандамаларды бір-бірінен ажырата аламыз. Бұрандама, бұрма соқпа, сомын, тығырық бұрандалық біріктірулердің негізгі стандартты бөлшектері. Бұрандама бір ұшында бұрандамаға, ал екінші ұшында алты қырлы басы болатын сырық. Қалыпты дәлдікті көп тараған бұрандамалардың құрылымы мен өлшемдерін МЕС 7798-70 орнатады. Құрастыру сызбаларында бұрандамалар МЕС 2-115-67-ге сәйкес ықшамдалып кескінделеді. Бұрма соқпа деп екі ұшында да бұрандасы бар сырықты айтады. Бұрма соқпаның бір ұшы L1 бұрандасының ұзын бойына бір бөлшектің тұйық бұрандалы тесігіне бұрап кіргізіледі. Оның екінші ұшының L0 бұрандасының астына тығырық салынып сомын бұралады. Бұрма соқпаның ұзындығы ретінде оның тартпа ұшының L1 ұзындығы қабылданады. Сомындар бұрандаманың немесе бұрма соқпаның бұрандалық ұшына бұралып, бұрандалық біріктірулерді тартып біріктіруге арналған. Алты қырлы МЕС 5915-70 бойынша қалыпты дәлдікті сомындар ең көп тараған. Тығырықтарды сомынның астына біріктірілетін бөлшектерге күш беру және бөлу үшін, олар жылжып кетпеу үшін салады. Тығырықтар бекітпе бөлшектердің сырығының диаметрі бойынша жасалады. МЕС 11371-70-ге сәйкес ең көп қолданылатын тығырықтар екі үлгіде орындалады. Біріктірулерді кескінделгенде біріктіру тетік бөлшектерін конструктивті, ықшамдап және шартты түрде кескіндеуге болады. Конструктивті кескіндеу үшін тетік бөлшектер мен олардың элементтерінің өлшемдерін тиісті стандарттан алады. Ықшамдалған кескіндеу кезінде бекіту тетік бөлшектерінің өлшемдерін бұранда диаметріне байланысты шартты қатынас бойынша анықтайды. Шартты кескіндеу бекіту тетік бөлшегінің стержені сызбаға 2 мм-ге тең немесе одан кіші болып кескінделетін жағдайда қолданылады. Бекіту тетік бөлшектерінің ықшамдалған және шартты кескіндерін МЕС 2-115-68 тағайындаған. Ал осымен қорытынды сұрақтар. Бірінші, біріктірулер нешеге бөлінеді? Екінші, ажыратылатын біріктірулер нешеге бөлінеді? 3. Бұранда дегеніміз не? 4. Бұранданың біріктірудің негізгі стандартты бөлшектері.